Саламатсыздар ма, құрметті ханымдар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менің Гербалайф Flex 45 деген марафонға қатысып жатқанымның бүгін екінші күні. Бүгін мен ереже бойынша, тәртіп бойынша, шарты бойынша мен бүгін тағы да бір Гербалайф өніміне таныстыру жасауым керек. Бүгінгі өнімді мен осы шайды таңдап алдым. Шайды таңдап алдым. Бұл шай бізге не береді? Қазір мен сіздерге негізінде қазақ тілінде ақпарат жоқ. Мен орысша ақпаратты оқимын да, соны сіздерге қазақшаға аударып отырам. Негізі бұл просто біз шай деп айтамыз, негізінде бұл травяной напиток, демек шайдан жасалған сусын. Енді қараңыздар, преимущество продукта деп тұр. Экстракт черного и зеленого чая, семян кардамона и порошок цветков гибискуса усиливают антиоксидантную защиту организма. Кофеин обеспечивает эффектное тонизирование. Енді қараңыздар, сәлеметсіз бе? Сәлем жаным. Енді қараңыздар, бұл шай ең біріншіден сіздің организміңіздегі шлактоксинді тазартады, өт бауыр жолдарын тазартады. Сосын ең басты, енді мен үшін маңызды нәрсе, бұл сіздердің бойларыңызға күш, қуат, энергия береді. Біріншіден қараңыздар, сіздердің организміңіздарыңыздағы шлактоксин тазалайды, өт бауыр жолдарын тазалайды, шек құрылыстарын тазалайды, және де сіздерге энергия береді. Сосын бұл чай мочегонный. Жоқ, мен бұны сақтап қоям ғой. Негізі мен неге қатысып жатырмын ғой марафонға. Сол марафонның ережесі бойынша мен бір өнімге таныстыруым жасау керек. Сол себепті мен бұны сақтап қоям. Мен галочка қойып қойдым, орындалды деп, бірақ орындалмады. Сол себептен қазір мен кішігірім видео жасаймын да, салып қоям, керек адамдар уақытысында көреді. Енді қараңыздар, бұл шайдың құрамында сусын ғой енді. Бұл сусынның құрамында қара шай, жасыл шай, кардамон және де гибискус құрамында бар. Демек, қараңыздар, экстракт зеленого чая дегеніміз білесіздер, я? Зеленый чай дегеніміз, ол деген организмді тазалайтын, және де мочегонный бар. Так, енді қараңыздар, тонизирует, бойға күш-қуат береді, содержит кофеин, құрамында кофеин бар. Енді основные свойства обеспечивает витамин П, который укрепляет кровеносные сосуды. Содержащие в зеленом чае ферменты, витамины, минералы активизируют обмен веществ, вывод токсинов способствует накоплению в организме витамина С. Демек, қараңыздар, бұл шайдың құрамына кіретін жасыл шай, бұл сіздің организміңіздағы токсиндарды шығарады, организмдарыңызға витамин С-ны жинайды, және де обмен веществ, зат алмасуды жақсартады. Содан кейін бұның құрамында тағы да қара шай бар. Ол дегеніміз улучшает умственную деятельность, увеличивает способность перерабатывать и усваивать информацию, снимает усталость, стимулирует обмен веществ, способствует нормальной микрофлоре кишечника, деятельности сердца и кровеносных сосудов, полезен для зубов. Енді қараңыздар, шаршаңдықты басады, іш құрылысының зат алмасуын реттейді, микрофлора кишечника, жүрек қан тамырларына пайдалы, және де тіске пайдалы. Мен не үшін қазақша ақпарат беріп жатырмын? Өйткені қазақ тілінде мүлдем ақпарат жоқ Гербалайф бойынша. Вообще Гербалайф бойынша қазақша парақшада жүргізбейді ешкім. Соны қолға алу керек еді, мен әлі жүрмін. Енді қараңыздар, келесі кофеин.
Усиливает тонизирующие действия и способствует поддержке обмена веществ. Демек, сізге күш-қуат береді, бойыңызды сергек ұстайсыз. Цветы гибискуса содержит уникальный комплекс фруктовых кислот, аминокислот и органические и неорганические микроэлементы, весь спектр витаминов. Енді қараңыздар, поддержки обмена веществ, выведению токсинов и замедлению образования жировых отложений. Комплекс витаминов, микроэлементов снабжает организм жизненной энергией, может помочь преодолению усталости. Бұнымыз дегеніміз гибискус. Гибискус дегеніміз сіздің организміңізға не береді? Токсиндерді шығарады, жаңағы майдың жиналуын болдырмайды, және де шаршаңдық сезіміңізді басады. Содан кейін экстракт кардамона способствует поддержке пищеварения, содержит полезные эфирные масла, кальций, фосфор, железо, магний, цинк. Енді қараңыздар, экстракт кардамона дегеніміз сіздің іш құрылысыңыз жаңағы зат алмасуына байланысты, және де эфирные масла, витамин кальций, фосфор, темір, магний дегеніміз кішкене тыныштандырады, дұрыс па? Және де выводит шлак токсины организма. Сіздің организміңіздегі шлак токсиндерді бойыңыздан тазалайды. Енді қараңыздар, негізінде на кофеинді қолданбау керек дейді. Мысалға, кофеин деген организмдегі организмдағы суды ағызып жібереді дейді. Өйткені кофеинда негізіде действительно кофе ішкеннен кейін бірден түсіндіңіздер, иә? Енді қараңыздар, мен жалпы түсіндірдім деп ойлаймын. Жалпы осы шөптен жасалған сусынымыздың құрамына кіреді жасыл шай, қара шай, кофеин, гибискус және экстракт кардамона. Енді мысалға, мен бұл шайды өзім ішіп жүрмін ғой, қараңыз. Бұл шай біріншіден, действительно, енді мен өзімнің практик тәжірибемнен өткен нәрсені айтайын, иә. Мысалға, мына шайды ішіп бастағаннан кейін біріншіден жаңағы өт бауыр жолдарыңыз тазаланады. Сосын, мысалға, мына арық адамдар болса да, кейбір адамдардың бауырларын май басқан дейді. Ол сондай диагноз бар, бауырларын май басқан деген. Осы шай алоямен қосылып, алояға мен ертең тоқталамын. Осы шайды ішкен кезде жаңағы өт бауыр жолдары, сосын жаңағы бауырға май жиналған кезде осы шай арқылы бауырларыңыз тазарады. Сосын энергия береді. Сосында жаңағы ЖКТ деп айтайық, былайша енді сіздің іш құрылысыңыздың жақсы жұмыс жасауына және де тамағыңызбен қоса витаминдеріңіздің организміңізге жақсы сіңуіне ықпал етеді. Мен негізінде түсіндіре алдым деп ойлаймын. Түсіндіре алмасам, астына комментарий қалдырыңыздар. Мен тағы да эфир саламын. Енді барынша осы. Негізінде бұл шайдың 3 түрі бар. Лимон, классический және де малина. Мен ылғи мына малина түрін алып ішем. Маған ұнайды малина түрі. Классический дегеніміз кәдімгі қара шай бар ғой, тура соның дәмі. Лимон деген кәдімгі шай мен лимонның дәмі. Бірақ мен өзім малинамен алам, өйткені өзінің тәтті дәмі бар да. Бұған қант салмайсыз, өзінің құрамында қанты бар. Жақсы, ендеше сау болыңыздар. Бүгінгі Flex 45 марафонның бүгінгі екінші күні. Екінші күніміздің тақырыбы травяной напиток, осы шайымызға арнадым. Егерде жаңағы ЖКТ мәселесі бойынша іш құрылыстарыңыз, жаңағы обмен веществ, зат алмасу, сосын жаңағы бауырларыңызда қандай да бір жаңағы май басу,
мәселелері болса, осы шай ішу арқылы реттейсіз. Сосын қараңыздар, сіздің бауырыңызда қандай да бір проблема барын сіз қалай білесіз? Мен өзім бетіме көрсетпей қояйын енді. Көзіңіздің айналасына ақ точка шығып бастайды. Ақ точка шығып бастаса, демек сіздің бауырыңызда проблема бар деген сөз. Сіздің бауырыңызды май басқан деген сөз. Сол жағдайда осы шайды алоямен бірге алып ішетін болсаңыз, бір аптаның ішінде сіздер результат көретін боласыздар. Ал егер де сұрақтарыңыз болса, комментарийдің астына жазып кетіңіздер, мен сіздерге міндетті түрде жауап жазамын. Ал сау болыңыздар. Бүгінгі эфиріміз осымен тәмам.